Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Украин ұлттық тағамы вареники жасайтын боламыз, және де жыртылмайтын, езілмейтін мінсіз қамырды қалай дайындау кереккенін көрсететін боламын. Қамырын илеу үшін бізге қажет заттар ыстық немесе жылы су, сұйық май, тұз, жұмыртқа және ұн қажет болады. Ыдысымызға сұйық заттардың барлығын құйып, шанышқымен араластырып, жақсылап ұнымызды біртіндеп сала отырып, орташа жұмсақтықта қамыр илейтін боламыз. Суымыз ыстық болғаннан кейін қолымыз күйіп қалмас үшін алдымен осылай шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен қолымызбен жұмсақ, орташа қамыр илейтін боламыз. Бізде осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығу керек. Енді оның бетін жауып, демалдырып қойып қоятын боламыз. Енді біз салмасына кірісетін боламыз. Бізге үлкендеу бір пияз қажет болады. Ұсақтап турап аламыз және қызып тұрған майға осылай табаға қуырып алатын боламыз. Салмасына картопты осылай қабығын аршып, осылай қайнатып аламыз. Міне пісіп қалыпты картоптарымыз. Пиязды видеодағыдай қызартып қуырамыз және де астын өшіріп, бетін жауып 5-10 минутқа суығанша қойып қоятын боламыз. Картоптың суын төгіп аламыз және де осылай ыстықта езіп аламыз. Жаңағы қуырылған пиязымызды сұйық маймен бірге құйып, тағы да жақсылап араластырып, дәміне қарай тұзы мен бұрышын салып, жақсылап тағы да езетін боламыз. Бізде осындай жұмсақ, әдемі картоптан жасалған варениктердің салмасы дайын болды. Енді қамырына кірісетін боламыз. Бізде иі қанып, әдемі жұмсақ болып тұр қамырымыз. Өзіме ыңғайлы етіп, қамырды 2 бөлікке бөліп аламын. Бір бөлігін домалақтап, осылай илеп, қайтадан табағымызға салып қоятын боламыз. Екінші бөлігін жайып, вареник жасайтын боламыз. Кішкене оқтаудың көмегімен күш сала отырып, осылай қамырымызды жаятын боламыз. Үлкейгеннен кейін тек шетін ғана басып, ортасына қолымызды тигізбей, қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қамыр илеп жаятын боламыз. Қамырымызды жайып болдық. Бізде кішкене зуала болғаннан кейін қамырымыз үлкен болған жоқ. Шеттері осылай қалыңдау болып қалса, оқтаудың көмегімен осылай жайып жіберуге болады. Варениктерге домалақ форманы мен осылай стакандардың көмегімен шығарамын. Кішкене, орташа және үлкен барлығын түйіп көреміз. Қайсысы ыңғайлы болса, сол формаға кесетін боламыз. Үлкен стаканмен кескен формамыз үлкендеу болып кеткен сияқты. Шеттерін осылай қайырып жібереміз. Өзіңізге қай формадағы варениктер ұнайды, сол формаға келтіріп түйе берсеңіздер болады. Мен осылай орташа формадағы варениктермен түйетін боламын. Варениктерді түйіп жатқанда қамырыңыз қаязып қалады деп қорықпаңыз. Біз ыстық суда және де сұйық майда илеген қамыр қатты қаязымайды. Қалған варениктердің формаларын келтіріп аламыз және де барлығын дәл солай түйетін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай варениктеріңізді осылай әсемдеп, әдемілеп түйсеңіздер болады. Бірақ бұл ұзақ уақытты алады, сондықтан көп варениктердің барлығын осылай түймеймін. 1-2-ін ғана сіздерге осылай көрсететін боламын.
Бір зуала варениктерімізді түйіп болдық. Мен осылай тақтайға салып, мұздатқышқа салып қоямын. Енді екінші зуала қамырымызды жаятын боламыз. Варениктеріміздің барлығын түйіп болдық. Енді осылай қайнап тұрған ыстық суға пісіріп алатын боламыз. Ескеретін жайт, барлық варениктерімізді бірден салып пісіруге болмайды. Аз-аздан салып пісіру керек, сонда езіліп кетпейді. Мен екі бөлікке бөліп пісіріп алатын боламын. Варениктерімізді шамамен 10 минуттай орташа отта пісіретін боламыз. Бақылап тұруды ұмытпаңыздар, қатты қайнап кетсе варениктеріңіз езіліп немесе жыртылып кетуі мүмкін. Және де варениктеріңіз піскенде сарғыш түсте жылтырап тұратын болады. Менің сүйікті асымның бірі вареники. Дәл осы рецептпен барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.